Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз сіздермен бүгін қатты денелердегі қысым тақырыбына есептер шығаратын боламыз. Бірінші есептің шартын оқып көрейік. Қабырғасы 60 см куб тіреуге қандай қысым түсіреді? Есепті килопаскальмен есептеңіздер дейді. Және бұл кубтың тығыздығы 2000 кг метр куб заттан жасалған екен. Және бізге G-дің шамасы берілген 10 ньютон бөлінген килограмм. Есептің шартын бірге жазайық. Берілгені. Номер бірінші есеп деп қояйық. Берілгені. Бізде жаңағы қабырғасы 60 см. Біз оны А әріпімен белгілейік. 60 см. Кубтың және оның тығыздығы бізде ро әріпімен белгіленеді. Және оның тығыздығы 2000 кг бөлінген метр кубқа тең екен. Және G шамасы берілген 10 ньютон бөлінген килограммға тең. Бізге табу керек қандай қысым түсіреді. П бізде белгісіз. Енді біз SI жүйесіне есебімізді келтіріп алайық. Бізде қабырғасы 60 см, ол болады бізде 0,6 метрге. Ал енді осы кубтың тіреуге, белгілі бір тіреуге түсірген қысымын анықтау үшін біз әрине қысымның формуласын не қылуымыз керек? Есімізге түсіруіміз керек. Бұның қабырғалары мына жерде А деп қояйын, 0,6 метрге. Білесіздер ғой, қабырғалардың бәрі өзара тең болып табылады. Енді қысымды есептейтін формуланы бірге жазайық. P тең неге? F бөлінген S. Ал енді осы жерде бізде F дегеніміз бұл осы кубтың жаңағы тіреуге түсіріп отырған ауырлық күші. Ауырлық күшінің формуласын есімізге түсірейік. F ауырлық тең неге? M көбейтілген G-ға. Ал енді осы дененің массасы, бұл кубтың массасы, оның массасын табу үшін бұл кубтың тығыздығын оның көлеміне не қылуымыз керек? Көбейтуіміз керек. Масса тең бізде ро көбейтілген V. Ал енді өз кезегінде бізде V неге тең? Бұл қабырғаларының кубына тең болып табылады. Және кубтың түсіріп отырған, мына бетке түсіріп отырған ауданы S тең неге? А квадратқа. Енді осы формулаларды бәрін жинақтайық. Негізгі формулаға, P тең F бөлінген S формуласына бәрін жинақтап алып келейік. P тең F-тің орнына mg-ді қоямыз. M-ның орнына ро көбейтілген V-ні орнына А кубты қоямыз. Ал енді M-ның орнына ро, V-ның орнына А куб деп келістік. А куб және бізде көбейтілген G-ға болады. Бөлінген S-ке. S бізде неге тең? А квадратқа тең. Мына жерде жазып қойдым. Ал енді өз кезегінде, мінекей көріп отырсыздар, А куб пен А квадрат бір-бірімен не қылады? Қысқарады. А-ның кубы А квадратпен не қылады? Қысқарып кетеді. Сонда бізде мына жерде А қалады. Ро көбейтілген А көбейтілген G. Ал А квадрат бізде қысқарып кетті. Енді орнына қоятын болсақ, ро бізде 2000 килограмм бөлінген метр кубқа тең. Ал енді А қабырғасы оның көбейтеміз 0,6 метрге. Және бізде G 10 ньютон килограммға тең. Енді осы жерде қарапайым есептеулерді жүргізетін болсақ, мына жерде 0,5 мен 10 екеу бір-бірін жойып жібереді. Енді осы жерде 6-ны 2-ге көбейтсек 12, ар жағында 3 нөлді тізіп жазамыз. 12 мың ньютон бөлінген не болады? Метр квадратқа тең болады. Енді осы сіздер өткен сабақтан білесіздер, бізге есебіміздің шарты бойынша килопаскальмен жазыңыздар, килопаскальмен өрнектеңіздер деген. 12 мың деген сөз, ол 12 килопаскальға тең болып табылады. Мінекей есебіміздің жауабы табылды. Біздің кубымыздың ауданы бетке түсіріліп отырған қысымы, ауданның бетіне түсіріліп отырған қысымы 12 килопаскальға тең екен. Енді келесі есебімізге көшейік. Номер 2-ші есеп. Берілгені жазайық. Берілгені.
Бетон плита бетке 22 килопаскаль қысым түсірді дейді. Плитаның биіктігі қандай? Бізде бетонның тығыздығы берілген 2200 кг метр кубқа тең. Және G тұрақты шамасы берілген екен. Енді берілгенін бірге жазайық. Қысымы берілген, қысым түскен, жаңа бетон плитаның қысымы 22 килопаскаль. Және бетонның несі берілген? Тығыздығы берілген. Ол 2200 килограмм бөлінген метр кубқа тең. Және G шамасы берілген, бұл 10 ньютон бөлінген метрге тең. Енді бізге табу керек, қандай осы плитаның биіктігін анықтауымыз керек. Енді С жүйесіне аударатын болсақ, бұл жерде 22 килопаскаль бізге ыңғайлы болады. Оны паскальға аударуымыз керек. Ыңғайлысы бізге дәреже түрінде көрсетіп жазғанымыз бізге жақсы. 22 көбейтілген оның есебімізді жеңілдетеді. Оның үшінші дәрежесі паскаль деп алайық. Ал енді есебіміздің шартына келетін болсақ, бізде осы бетон плитасы неғылған белгілі бір бетке қысым түсіріп отыр, және ол бетон плитасының биіктігін анықтауымыз керек. Ең бірінші балалар, осы қысымның негізгі формуласын жазайық. P тең неге? F бөлінген S-ке. Әрине, осы жерде бізде бетон плитасы әрине бізде ауырлық күшімен жерге әрекет етіп отыр. Бұл ауырлық күші өзімізге белгілі M көбейтілген G-ға тең. Ал енді осы жерде есімізде өткен есептен білеміз, массаны біз ρ көбейтілген V формуласымен анықтап аламыз. Осы жердегі көлем, бұл плитаның көлемі бізде неге тең болады? S көбейтілген H-қа. Ал енді осы формулалардың бәрін жинақтап неғыламыз? Бірінші мына тұрған негізгі формулаға әкеліп жинақтаймыз. P тең болады. F-тің орнына біз mg-ді жазамыз, m-нің орнына ρ көбейтілген V, ал V-нің орнына S көбейтілген H. Сонда ρ көбейтілген S көбейтілген H көбейтілген G болады. Ал енді білеміз, бөлеміз неге? S-қа. Сонда, неге осы жерден көріп отырсыздар, S пен S екі аудан неғылады, бір-бірімен қысқарып кетеді. Сонда біз қандай формуланы алдық? ρ көбейтілген G көбейтілген H. Балалар, енді көріп отырсыңыздар, бетонның плитасының биіктігін оңай тауып алуымызға болады. Осы жерден H-ты шығаратын болса, H тең болады. Қысымды біз не қыламыз? ρ көбейтілген G-ға бөліп жібереміз. Енді сандарды орын-орнына қояйық. 22 көбейтілген 10-ның 3-ші дәрежесі паскальға тең. Жазайық. Бөлеміз. ρ бізде 2200 килограмм бөлінген метр куб. Көбейтеміз. G бізде 10 шамасы, ньютон бөлінген килограмм. Енді осы жерден неке көріп отырсыздар, оның 3-ші дәрежесі деген бізде 1000, мына жерде бөлімінде 2 0 және мына 10 мен 3 0, ол да 1000-ды береді. Осы 3 0-ды мына жерде қысқартып жіберейік. Сол кезде 22-ні 22-ге бөлсек, бізде не шығады? 1 метрге. Есептің жауабы H тең неге? 1 метр. Ал енді құрметті оқушылар, сіздерге қатты денелердегі қысымға арналған есептерді шығару оңай болады деген ойдамын. Келесі сабақта көріскенше, қош сау болыңыздар.